Саламатсыздар ма балалар? Мен Қармақшы аудандық оқушылар үйінің үкілі домбыра үйірмесінің жетекші Жұмабек Бауырхия Ерғабылқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы базар жырау мұрасы. Базар жыраудың не артық өсиет термесінің мақам сазымен танысу. Сабақтың мақсаты базар жырау оңдасуының ақындық жолына, өмір жолына қысқаша тоқталу және не артық өсиет термесінің мәтіні мен мазмұнымен танысу. Базар жырау 19 ғасырда өмір сүрген. Базар жырау сыр бойы ақын жырауларының ең үлкен ұстазы болған. Бала жырау жетімдік көріп, буыны бекіп, бұғанасы қатпай жатып, байлардың қозысын бағып жүреді. 16 жасқа келгенде жыраулық даңқы шығып, жалпы жұртқа таныла бастайды. Базар бір күні қозы бағып жүріп, далада ұйықтап жатса керек. Түсінде ақ киімді, ақ сақалды, ақ таяқты бір кісі келіп, балам, маңдайыңа берейін бе, таңдайыңа берейін бе дейді. Қарны ашып, әбден шөлдеп жатқан бала, ата, таңдайыма бер дейді. Сонда бала базар орнынан өлең айтып ояныпты дейді. Айналада сыбырлаған желде, шалқып аққан көлде, әуеден ұшқан құста бәрі әндетіп тұр екен дейді. Сөйтіп базарға өлең бір күнде қоныпты дейді. Базар жырау сыр бойында туып өсіп, өмірінің көп уақытын Өзбекстан Қарақалпақстан жерінде өткізеді. Бейіті Өзбекстанның Науаи облысында Тамды деген ауданында сақталған. Базар жырауды кейде халық балқы базар деп те атайды. Өйткені базар жырау Шөмекей руының балқы дейтін руынан тараған екен. Сол себепті халық балқы базар деп атап кеткен екен. Сыр бойы ақын жырауларының көптеген шығармалары жас ұрпақты тәрбиелеуде алатын орны ерекше. Базар жыраудың бүгінгі сабақтағы не артық термесі, жастарды жамандықтан жиреніп, жақсылыққа ұмтылдыруға мақсатында жазылған өлең сөз болып табылады. Балқы базардың не артық термесінің мақам сазына құлақ түріп көрейік. Жаңағы тыңдалған мақамның бастапқы буынын үйретейін. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Өте баяу, жай темпте үйретемін. Қоқан жыға жүйріктен қаба жалды бір қарттық, жылуы жоқ тымақтан баста киген бір қарттық, жаман болса алғаның мақтасы қалың бір бардық, сөйлер сөзің болмас әуй, бір көруге көр артық. Енді балалар байқап отырсаңыздар, пернеге саусақтар сөзге байланысты қойылып жатыр. Бұл мақам сазды үйренгенде балалар бір-ақ бет қана тартып қойсаңыздар, ол кезде бұл мақамды меңгеру өте қиын болады. Мақамды меңгеру үшін, қолды жаттықтыру үшін осы буынды кемінде 30 рет тартып үйден сөйтіп дайындалсаңыздар, жақсы термеші болып шығуларыңызға әбден мүмкіндік бар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше